Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін осындай әдемі самсаға ұқсас самбуса жасап көрсететін боламын. Алдымен қайнаған су, сұйық май және де тұз, ұнды қосып, барлығын жақсылап илеп аламыз. Лопатканың көмегімен илейміз. Содан соң қолымызбен илейтін боламыз қамырды. Қамырды барынша тез илеп алуға тырысамыз, өйткені біз қайнаған су құйдық. Сондықтан жақсылап иін қандырып илеу керек. Қамырымызды осылай пищевой пленкаға орап, холодильникке жарты сағатқа қалдырамыз. Ең алдымен біз пиязды тұздап аламыз кішкене, және де содан соң фаршқа салып, қара бұрыш, паприка, тағы да кішкене тұз салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Барлық өлшемі, ингредиенттердің мөлшері описанияға қалдырдым. Ашып қарап оқысаңыздар болады. Біздің қамырымыз дайын болды. Қамырды бірдей етіп 25 граммнан өлшеп аламыз. 35 граммнан өлшесеңіздер де болады, бірақ 25 грамм кішкене шағындау, әрі әдемі көрінеді. Мен 25 граммнан алып өлшедім. 28 самбуса шықты. Барлығын осылай біркелкі етіп бөліп аламыз. Содан соң домалақтап шығамыз. Енді видеоны мұқият қарап, самбусаның қалай түйілу керек екенін қарап көрсеңіздер болады. Назар аударып видеоны қараңыздар. Тюльпан тәріздес етіп түйіп шықтым. Өте керемет, жеңіл, дәмді болып шығады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Өте қолжетімді ингредиенттерден жасалады. Мінекей дайын болған біздің тюльпандар. Енді духовкада 140 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Менде электролюкс пеш болғандықтан 140 градуста пісірдім. Астарыңыз дәмді болсын, сіздер де осылай жасап көріңіздер. Өте қытырлақ, үгілмелі, енді дәмі ерекше. Астарыңыз дәмді болсын. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет.